ұрпаққа ұласқан бір дәстүр бар. Ол ат тергеу деп аталады. Келін өзі түскен шаңырақтың үлкен кішісінің атын тікелей атамай, астарлы теңеулермен айтқан. Қайнаға, қайын інілерінің келбеті мен түр тұлғасына, қызмет бабына қарап, мырза жігіт, бай ата, би аға деген секілді есімдер қойған. Қазақ келіні үлкенін сыйлап, кішісін еркелетіп шақырған. Қайын сіңілерін сұлуым, шашбаулым, сырғалы қыз деген секілді аттармен атап, әдебін сақтаған. Бұл келіннің сөз тапқырлығы мен тілге шешендігін байқатқан. Сырттан келген қонақ алдымен үйдің балаларын қуантады. Оларға сыйлық беріп, қуанышын еселеген. Әсіресе қыз балаларға алқа, сырға секілді әшекейлер тарту еткен. Сыйлығын алған балғын қыздар салтымыз бойынша үлкендерден байғазы сұраған. Байғазы сұрау балаларды көпшілікке, қуанышын өзгелермен бөлісуге, жомарттыққа үйретеді. Алаған қолым береген дейтін қазақ үшін байғазы сұраудың еш ағаттығы жоқ. Байғазыны тек ақшалай ғана емес, балаға жарасымды, бағалы дүниелермен де берген.